Содан жерде сердешко. И потом бір қорытынды айтып жібересіздер ма? Қорытынды. Қайырлы күн достар, сіздермен бірге ПЕ отбасы. Бүгін бізде студент талкс атты подкастымызға қош келдіңіздер. Тізгінде мен жарылқасын факультетінің студенттік сенаторы Дамир және де біздің түлектер. Қайырлы күн, сіздермен жүздескеніме өте қатты қуаныштымын. Осындай жерге келіп отқандарыңызға рахмет. Ең алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Ең бірінші шақырғандарыңызға рахмет. Менің аты-жөнім Совет Ақбота-Маратқызы. Мен 2024 жылғы түлекпін. Биотехнология мамандығы бойынша қазіргі таңда ISP жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде микробиолог лаборант ретінде жұмыс атқарамын. Саламатсыздар ма? Менің есімім Таңшолпан. Мен де 2024 жылғы биотехнология мамандығының түлегімін. Яғни Ақбота екеуміз класспыз. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Ал мен қазір осы мамандық бойынша Тікфарм Ақтөбе зауытында лаборатория бөлімінде жұмыс жасап жатырмын, микробиология. Группада да бірге қазір басқа жақта екенмін. Иә, мамандық бойынша. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Гүлден Ерболқызы. 2020 жылы бакалавр мамандығын бітірдім. 2022 жылы магистр мамандығын осы Жұбанкта бітірдім. Жалпы мамандығым химия пәнінің мұғалімі. Қазіргі кезде осы Ақтөбе қаласында Халел Досмұхамедұлы атындағы номері 35-ші мектепте химия пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Сразу айта кетейін. Универге кірген бойда қандай өзгерістер байқадыңыздар? Өзгерістер енді сіздің кезден қазіргі кезде өзгерістер көзге сразу кірген бойда артып тұрады да. Сол жерде бір ең бірінші впечатление барлығын айтып жүрсеңіздер. Есін түсі. Сразу өзгеріп кеткен ғой. Иә. Ремонттар жүргізілген, адамдар басқа, соның барын айтып отырсаңыздар. Кірген кезде енді ремонттан бұрын ең алғаш көзіме түскен ана күзетші аға. Біздің жылдардағы аға әлі танып амандасып жатыр, иә. Қамбар біз де сіздер сияқты активист болдық, мен де студент сенатор болғандықтан ол кісіні кешке дейін жүрдік, иә, бірге. Ол кісі таниды, кетсеңдерші, қыздар кетсеңдерші дейтін аға. Ал жағдай, условия өте жақсы студенттер үшін жасалған екен. Барлығы түсі, ремонт, ана жердегі. Сіздерде даже гардеробтың өзі бір бөлек әлем ғой. Біздер ана жақта тұратын едік очередьпен. Мына кітапхананың іші, жаңа айтып жатыр ғой, қалай кірген кезде аяғымды шешеміз деп, бізде ондай ешнәрсе болған жоқ. Бірақ осылай өзгерістер енгізілгеніне өзіміздің оқу ордамызға қуаныштымыз. Барлық студенттерге осындай жағдайлар жасалуы керек деп ойлаймыз. Біз де өзіміздің осындай универде, осындай жағдайда оқып жатқанымызға мүмкіншілік жасап жатқан барша басшылыққа үлкен көп рахметімізді айтамыз. Енді сұрақтарға көшсек, бізде өзіміздің бір дайындалған сұрақтар бар. Оның ішінде көп бағыттар бар. Оқуға қатысты сұрақтар, мамандық, карьера, тұлғалық даму, оқу және дамуға байланысты, карьера және болашақ, және де тұлғалық даму және өмірлік көзқарас. Одан кейін менің ең соңғы өзім дайындаған сұрақтарым бар. Енді басынан бастап кетейін. Өздеріңіз өзара жауап бересіздер ғой, келісіп, жақсы ма? Ең бірінші сұрақ ол оқуға қатысты, яғни біздің университетке түсу кезінде жалпы қандай қиындықтарға тап болдыңыздар? Сол жайлы айта кетсеңіздер. Қиындықтар әрбір енді оқушыда ЕМТ-ға дайындалар кезінде қиыншылықтар болады ғой, стресс, депрессия, оқи алмай, қиналу, уақыт жеткілікті болмау. Соның барлығын айта кетсеңіздер. Бірінші мен бастайсам. Ең бірінші мен осы универге документ тапсыруға келген уақытта негізі мен медицина саласын өте қатты қалаған болатынмын. Мен сондағы ең бір қызығы қатты жылап мен медицина түсім керек деп осында келдім. Бірақ неге екенін білмеймін, осында келген уақытта мүлдем мен медицина саласын таңдамадым. Таңдауға жазбадым. Сонымен осылай биотехнология мамандығына грантқа түсіп кеттім. Басында бірінші курс бізде онлайн болды ғой, карантин кезінде оқыдық. Бірінші семестр бізде карантин болғандықтан онлайн оқу болды. Bir жағынан жеңіл сияқты көрінді, бірақ менің өзіме қатты қиын болды. Яғни онлайн түрі оқу. Кейін жаймендеп мүмкін жаңа процестерге үлгере алмадық па, менде жаңа стресс па, универге салу, жүктеу өте қиын болған маған. Енді сонысымен есте қалды. Менің ең алғашқы студенттік жылым солай болды. Бізде негізі мен де өзім жалпы медицина таңдаған басында. Бірақ енді ЕМТ-дан шамалы не повезло, азықты таңдап, бірақ өзімнің таңдаудан қателессем де, бірақ ортадан қателескен жоқпын. Жұбанкта осы универде көп орта, көп дос, қызықты сәттер. Өздеріңізге де танысты жайт қой. Иә. Келесі айтып берсеңіздер.
менің есімде қалғаны бірінші курста мен өзім ақтөбелік болмағаннан кейін келгеннен кейін жатақханаға орналасу керек болды. Таңғы 7-те келіп 7-ші болып тіркелдім, бірақ каким-то образом 56-шы болып кешкі 6:30-да кірдім бірінші жатақханаға. Сол кезде, оказывается, активистер бірінші кіреді екен жатақханаға. Вот сол кезде өзімде андай бір не пайда болды, андай мен активист боламын. Активистің тиімділігі 7-ші келіп 56-шыға кіру бар. Шамалы ауырлау екен, ана жерде активист балдар кіргізіп тұр ғой, оларға қарап айтамын да, енді айтамын неге деп, енді бізден 1-2 жас үлкен балдар. Әлі есімде ана баланың түрі, технопарктың баласы болған. Айтады, менің қолымда емес қой дейді. Сонда түсіндім. Активистерге ішімнен жыным келді. Олай дұрыс емес, әділетсіздік деп ойладым. Бірақ келесі жылы активист болдым, кірдім бірінші курста, мақсатым еді ғой енді. Бірақ андай да, оказывается, активистер оны заслуживать етеді екен. Еңбекпен. Келесі жылы прям қандай жатақханада қандай орын өзім таңдап алдым. Сол ғана, сол жерден мен мына нәрсені атап өткім келеді. Еңбек етсең, бәрі бағаланады. Бірден андай еш нәрсені шешіп тастамау керек. Осы біздің университеттің басшылығы болсын, жаңағы апайларымыз, ағайларымыз еңбек еткен баланы бағалайды. Жатақханаға солай кіре алмағаным есімде. Көбісі айтады да, негізі активистен пайда жоқ, таңға дейін кешке дейін жүресіңдер, басыңыз істемейді. Негізі пайда бар, өте көп. Сен айтқандай жаңағы сен сен артқандай мынадай орта пайда болады, сосын өсесің. Одан бөлек жаңағыдай басқа факультеттің адамдарымен де бір жақсы қарым-қатынас ұстайсың, ол сенің жаңағыдай коммуникация, соған тәрбиелейді да сені. Пікір алмасып, ой алмасып, жарысып, таласып, техфак деген кезде деп тұрсақ та, оның өзі бір өмірлік жолдағы көп пайда етеді негізі. Өмірлік жолда пайдасы көп сияқты меніңше. Біз мектеп бітірген жылы, яғни осы бірінші курс онлайн өтті ғой. Ең бірінші осы оқуға документтер тапсырған кезде негізі шыны керек барлығымызда биохим таңдағанның барлығы медицинаға барғысы келген сияқты. Мен де солай медицина саласын таңдағым келді. Стоматология ма? Или общий химия? Общий химия. И потом өстіп барлық документтерді тапсыру барысында, яғни бізде ұбт тапсырғаннан кейін балым жетпейтін болғандықтан осы универді таңдадым, өйткені Жұбанов, яғни Батыс Қазақстанда ең жақсы оқытатын университет ретінде танымал ғой. Қазіргі таңда номер 1 ғой. Иә, сол үшін мен осында келіп документ тапсырдым. Баста, яғни барлық мамандықты жазып отырып, биотехнология мамандығын жазғаннан кейін мен ойлаймын да, бұл мамандықта вообще қандай пайда бар, біздің хабарымыз болған жоқ, өйткені ең бірінші ашылып жатқан мамандық қой, болғандықтан біз көп нәрсе білген жоқпыз. Сіздер алғашқы түлексіздер ма сонда? Бізден бұрын бірінші түлектер болды. И тапсырғаннан кейін осы салаға, осы мамандыққа грантқа түстік. И потом оқи келе ең бірінші курста бізде онлайн болғандықтан өте қиын болды. Өйткені үйреніспегендіктен, танымайтын болғандықтан сабақтың бәрі онлайн, зум арқылы өткен кезде көп қиындық болды. Ал универге келгеннен кейін уже біздің осы мамандыққа дейін деген кәдімгідей махаббатымыз ашылды ғой. Көрдік, білдік, универдің ішінде жүріп, барлық адамдармен танысып, әрі қарай оқу саласында уже көп деген пайда. Андай карантиннің болуы сіздерге андай қызығушылықты қатты ашып қойған сияқты, интрига қылып, кәдімгі күтіп жүрген сияқтысыздар ғой, бітпейді деп. Бізге де айтатын бізде, ана айдолыс дейтіндер. Қазіргі таңда метро. Қызығын айтатын еді, шамалы қызығасың, шамалы интрига по-любому болады. Енді бізде екінші сұрақ бар. Университетте, яғни оқыған кезде қандай мүмкіндіктерін пайдалана алдыңыз? Яғни жаңа тағылымдама, ғылыми жобалар, үйірмелер, жаңа белсенді студент болу қандай сізге пайдаланды? Қандай мүмкіндіктері? Осы активист болып жаңа 2016-да бітіріп келдім, 2017-де активист болып кіріп, 2018-де студсенатор болдым. Студсенатор? Әріптес. Сол кезде ең бірінші деканның үздік студент деген төсбелгін алдым. Келесі жылы 1 жылдан кейін бізге жаңадан ректор келді, Бауыржан Ерденбеков деген мен кезімде. Сол кісінің 1 жылдан кейін университеттің үздік студенті деген жаңа медальді алдым. Ол кезде кәдімгі білмеймін, қазір қалай екен. Ол кезде ол факультетте 1 адамға берілетін. Сол төсбелгіні алатын күні мен және өзім оқуды да бірге алып жүрдім. Белсенді студент деген оқуды да бірге алып жүрдік. Қызылордадан республиканский олимпиаданы 3-ші орын алып келатқан уақытым еді. Сол кезде активистерді жаңа күтіп алуының өзі мен ортам дұрыс екеніне дәлел болды. Демек, мурашки.
бәрі сен ана жерде төс белгі тағып жатыр, сен быт-шыт болып пойыздан түсіп тұрсың. Қызылордадан келдім андай. Иә, андай ғой, бірақ андай жылы да. Мына жеріне төс белгі тағып жатқанда бір гордость кәдімгідей. Не зря бәрі деген нәрсе. Солай оқуды да бірге алып жүрдік. Сосын жаңағыда айтқандай барлық бір нәрсеге мүмкіндік болатын болса егер, мысалға жаңа жыл күні енді активистер ұйымдастырады ғой, бір қиын апайдың сессиясы болады. Сол кезде біздерді ерте босату керек. Сол кездерде ана апай таңертең 9-дан кешкі 9-ға дейін қинайды да, біздерді мені именно 9-дан 10-ға дейін қинайды тек қана, потому что мен кетуім керек. Енді жаңағыдай ұйымдастыру жағына жауаптымын ғой. Сол жерде де шамалы неткенім бар, енді пайдаланып кеткенім бар. Ал бірақ жаңағыдай осы өзім оқыған жердің үздігі болғаным, республиканский олимпиадаға барып қатысқаным сол универдің мұғалімдерінің арқасы деп ойлаймын. Сіздер айтып өтсеңіздер. Мен де активист болдым. Ең бірінші бізде еще тоже карантин болғандықтан онлайн қабылдау болды ғой. Содан кейін өзім шығармашылыққа жақын болғандықтан бізде жүргізуші деген жаңағыдай не болды. Бөлім, бағыты болды. Сонда бардық. Біз содан кейін мен бірінші, екінші курста активист болып, кейін араласа алмай қалдым. Яғни уақытпен қиналып. Басқаша бір нелер болды. Ол каждый адам болады. Одан кейін мендегі тек білім жағына менде көбірек не болды, пайда болды. Әрі ғылыми жобалар жаңа айтып жатқан, әртүрлі сабаққа байланысты сол жағынан менде көп жағдайда сол жағынан болды. Сосын бір есте қалғаным, сол жаңа мәнерлеп оқу бізде болатын еді, сол жүргізушілерде. Сол бірінші курста қатысып, сонда бізде барлығымызға ол кезде қатысқанымыз үшін алғыс хат берген. Сондағы ең алғашқы жетістік сол болған. Сол алғыс хат. Ең бірінші наурызда оны жіберіп, мамаға жіберіп, қуанып, сердечко кетіп жатыр. Бірінші курстарға бірінші семестрде бермейді ғой. Сондай бір не бар ғой, этап бар ғой, өзінің деканның атынан алғыс хатқа жету үшін шамалы еңбектенесің да, жаңа жылға дейін бермей ма, сондай бір нәрсе. Ұстаздар күніне концерт қоямыз ғой, 6-шы этаждан фойесі болып тұрмыз, концерт қоятын жеріміз. Сол жерге ұстаздар күні бір нәрсе ұйымдастыра ма, активистерге алғыс хат беретін да. Біздерге жеткенше жаңа жыл болды әйтеуір, соны бәріміз күттік сол. Жаңа жылды қатты күттіңіздер. Негізі алғыс хат алу ең басында андай абырой болып, қуанып, үйдегілер WhatsApp группаға салып жүрсің. Таңнан кешке дейін универдесің, не істеп жатсың дегенге жауап па, қағаз алса да ол еңбек. Ауыр сұрақ қол дейтін, таңнан кешке дейін шықпайсың сол универден, не пайда бар? Мәз болып жүресің. Сіз айтсаңыз. Негізінен университетте оқу кезінде бізде көбінесе практикалық сабақтарға байланысты, мысалы бізді көптеген жерлерге жібереді. Мысалы өздерің қалаған жаққа, қай жерге барғыларыңыз келеді. Енді біз үшін тек қана теориялық жақтан емес, практикалық жақтан да көп нәрсе үйрену керек болған. Соған байланысты біздің универде лабораториялық кәдімгідей бөлмелердің барына қатты қуандық, өйткені бізге көру керек болды, бізге қызық. Яғни оқисың, ал шынына келген кезде практика жүзінде сен көрмесең, ол сенің ойыңда ештеңе қалмайды. Сол себепті мысалы универ бізді көптеген гигиена, AIS-қа жіберу арқылы біздің, яғни осы мамандыққа деген шабытымызды ашты, әрі қарай қызығушылығымыз артты. Сол арқылы мысалы көбінесе шыны керек Жұбановта оқыған кезде мысалы қаншама адамдар айтады, сен де Жұбановта оқыдыңдар кезінде, біз оқи алмадық деген сөзді естудің өзі, сенің бұның өзі біз үшін кішкентай жетістік та. Ал көп адам бұл жаққа түсе алмай қиналған көп адам бар. Сол үшін шыны керек, бұл жақта оқып жатқан әрбір адам қуанып керек. Солай. Жалпы оқу кезінде оқумен айналысып оқып жүріп, өзіңізді басқа жақтан қалай дамыттыңыздар? Даму процесі қалай болды оқудан басқа? Оқып жүрген кезде енді уақыт көп болмайды, білімге бөлсек уақыт аз қалады. Өзіңізде даму керексіз, ол жағын қалай қамтыңыздар? Бізде, яғни шыны керек, біздің өзіміздің ортамызда, яғни Таңшолпан біледі ғой, өзіміздің ортамызда кітап оқитын өзіміздің ортамыз болды. Және біз волейбол ойнайтынбыз. Всегда 7-сіне бір рет жиналып, суббота-воскресенье күндері, яғни волейбол ойнап, өзіміз кәдімгідей жаттығумен айналысып деген сияқты, дене қыздыру деген сияқты көптеген нәрселермен айналысатынбыз. Ал қарапайым былай күні бір айға көбіміз өзіміз таңдаймыз, осындай кітап деген сияқты бөліп аламыз да, осы айда осы кітапты бітіріп, сосын соны талдайтынбыз. Всегда осылай жиналамыз, үй қызықты, всегда талдаймыз, одан не қызық алдық, не үйрендік, не көрдік деген сияқты. Сол жағынан бізде мысалы қосымша ретінде алып жүрдік, өйткені қарапайым
универде оқығаннан бөлек керісінше жан жақты дамуға үлес қосатын нәрсе болды. Ортаңыз жақсы болыпты ғой. Бізде қазір универде оның бәрі қамтылған студенттік сенат арасында. Жалпы қазір біздің факультетте айтатын болсақ, кітап клубы бар. Кітап клубы енді жақында кітапты оқып, бір-бірімен мненияларын ауыстырып, қызығын көріп, сондай заттар бар. Одан бөлек өзімізде волейбол лига бар, білесіздер ғой. Біздің Данагүл апай басшылығында тұр. Қазір волейбол лига дейтін жоғары деңгейде. Универде қазір студенттерге көп жағдай жасалған. Шамалы біздің енді уақытымызда қазір мен оқып сіздерге қарағанда шамалы енді жоғары деңгейде да қазір өзіміздің ректорымыз бар. Енді студенттер соны жақсы қолдана білу керек қой. Үлгере алмау, жаңағыдай уақыты жоқ деген нәрсе ол сылтау ғой, жаңа айтқандай. Сабақтан бөлек дейді, менде бірінші очередь бәрібір студент өмірімнің көп бөлшегі активист болсам да, менде бірінші очередь сабақ болды бәрібір. Бірінші орынға сабақ. Мен осы активист болған себебім өзімді тек сабаққа ғана қоймау. Негізі жаңа сіздер айтып отқандай, активисттіктің ішінде мен былай айтқанда енді студент-сенатор болдым, ананың клубтардың бәріне, бөлімдердің бәріне сен жауап бересің да, мысалы. Ол деген сенің жүргізушілердің дайындығын қарайсың, оформлениеге қыздар бар қасында, солардікін қарайсың, одан кейін старшыларға жауап беріп жатасың. Ол сенің жан-жақтылыққа тәрбиелейді ол. Ал сабағым, мен активист болып жүріп, мен екінші қосымша жұмыс істедім, ұбт-ға жаңа оқушылар дайындадым. Бәрін үлгеруге болады уақыт. Егер тайм-менеджмент дейді ғой, соны дұрыс қойсаң, үлгеруге болады. Бәріне. Және сабақ пен жеке өмірді қалай теңестірдіңіздер? Жеке өмір енді барлық адамда болады ғой. Ол да қиын деген сияқты. Сабақ, оқу, жұмыс, активистік, білім жағынан өздеріңіз жобаларыңыз бар, одан бөлек мынаяқтан біреу еріп, жеке өмір деген сияқты. Ондай болмады ма? Оқу бітіргенше. Жұмыс істедік, шыны керек. Мысалы бізде осы биотехнология мамандығынан бізге айс компаниясы берді ғой. Сол уақытта ол жақтан ұсыныс түсті маған сразу. Практика уақытында ма? Иә, сізге жұмыс ұсынғымыз келеді, егер жұмыс істегіңіз келсе деген сияқты. Онымен бір жағынан шыны керек, оқумен жұмысты алып жүру баста қиын болды. Бірақ артынан егер сен шынымен қызығатын болсаң бір нәрсеге, оны сен де конце істей аласың. Тек қана қызығушылық, ынта болса, оны істеуге болады. Ал просто жаңағыдай айтқандай, уақыт жоқ, уақыт жетпейді деген нәрсе, ол шыны керек өтірік нәрсе. Егер барлығын уақытпен барлығына жоспар құратын болсаң, иә, барлығын үлгеруге болады. Студент кезде жалпы қыздар болсын, ұлдар болсын, жаңағыдай өзін-өзін дамыту, оқуға арнау керек сияқты. Студент кезде жаңа сен айтып отқандай сырттағы нәрсе болған жоқ. Себебі қиындау, мойындайтын нәрсе қиындау, әлі де келіспейді. Оқу, жұмыс істеп қалған адамдар үшін жеке өмір шамалы проблема бар. Жоқ, шамалы жоқ, кішкене. Жалпы бірақ пайдалы ғой бізге. Пайдасы осы, жалпы біздер осы Жарылстан факультетінің белсендісі боламыз. Сіз кезінде студенттік сенатор болдыңыз, мен қазіргі таңда студенттік сенатор, 3-ші курс. Өзімді айтатын болсам, осы студент кезінде белсенді болу, активист болу өте көп пайда алып келді. Жалпы өмірлік пайда. Ешкім түсінбейді да, қазіргі таңда адамға пайда көбісі ақша, либо бір жетістік, бірдеңе беру деп ойлайды сияқты. Ал негізінде Данагүл Қожағалиқызының қасында жүріп, андай үйренесің. Иә, өмірлік опытпен обмен болды да. Мен қасында жүріп көп зат үйрендім. Қазіргі студенттердің мүмкіншіліктері өте көп, өте мобильность бар, тағы да басқа шетелге баруға болады. Ал сол мүмкіндіктер сіздің кезіңізде болса, неден бастар едіңіздер? Нені қолданар едіңіздер? Қандай мүмкіндіктер сізге керекті? Мысалы, қалай айтсам екен, қазір мобильность туралы айтылып жатыр ғой. Мысалы, оны баста ең бірінші келген кезде біз оны білген жоқпыз. Сол жағынан бізге шамалы қиындау болды. Бірақ негізінен қазіргі кездегі студенттерге көп жағдай жасалған ғой. Жаңа айтып жатсыздар, клубтар бар, неше түрлі нелер бар. Мысалы, біздің кезде бұндай клубтардың яғни болды, бірақ ондай қатты дамыған жоқ та. Сол жағынан егер мүмкіндік болса, барлық клубқа қатысуға тырысатын едім. Барлығына. Иә, жан жақты. Қазір жалпы студенттерге көп мүмкіндік жасап берген. Рахмет соған. Көбісі айтады да, сендер өмірлерің рахат қой, бәрін берген. Әкем де айтады, біздің кезімізде бұндай болған жоқ, анау деп. Сен неге оқымайсың, жүгіре бересің универ деп. Оқысай. Бірақ
қалай жүгірмейсің универде осындай мүмкіндіктер бар кезде, иә. Қазіргі жұмыстарыңызға андай не ынталандырды жұмыс істеуге, қандай ең қызығушылық? бірінші менде мысалға бірден бітірген бойда маған жұмыс керек, мен жұмыс жасауым керек деген просто сондай бір ой болды да. Өйткені жаңағыдай бітіргеннен кейін ұзақ уақыт жүріп қалса, мүмкін басқа жаққа просто так продавец болып жүргім келмейді деген секілді болды. Өйткені оның алдында иә біз енді жұмыс жасап жүрген кезде тек сондай ғана жұмыс жасаймыз ғой, дипломға дейін. И одан кейін уже болды. Иә. Содан кейін уже дәл уақыты бойынша жұмыс жасау керек. Яғни бітірген кезде дәл басым свежий болып тұрған кезде жұмысқа кіріп кету керек. Негізі дұрыс айтасыз. Қазір студенттер жалпы ақша деп оқуын тастап кетіп жатады. Временный работаға, карьерный рост жоқ. Иә, бірақ бітіргеннен кейін де бәрібір ол ойда ақша міндетті түрде болады. Өйткені енді 4 жыл оқығаннан кейін соны ақша табу керек деген секілді. Бізде қазір Айдос дейтін ментор бар, Айдос Сансызбай. Сіздерді оқыды ма? Танисыз ба сіз? Сол мен басында ең бірінші курста айтатын едім, братан, керек емес маған активист. Оқып жұмыс істемеймін ба, ақша таппаймын ба? Өзі айтады, типа, Дамир дейді, дау десем, сен ақша тауып істеме дейді. Сен қазір 4 жыл оқисың, студент боласың, одан кейін сен өмірің полный жұмыспен ақша табумен өтеді. Лучше сен студенттік шақты қызықты өткіз, пайдаңа тигіз деп. Сол маған өтіп кетті да. Мен сол кезде бір жағынан да внимание керек болған соң активист болып кірген, одан кейін активисткам жүрегіме жақты да. Әлі күнге дейін жүріп, достарым әлі күнге дейін прикол ұстайды. Мен бітіргеннен кейін бакалаврда бірден жұмысқа кірген жоқпын, себебі бірінші орында ақшаны көрмеймін. Бірақ енді ақша керек, ол дұрыс. Бірақ андай ғой, оқу бітіргеннен кейін магистратураға түскен кезде сен жұмыс жасай алмайсың, себебі грантта оқысаң, жаңағыдай не положено ғой енді. Бірақ ақша сондай болды. Иә, ақша керек, дұрыс. Менде қосымша болды. Енді 3-ші курстан бастап активисттіктен жайлап қолымды үздім, орныма келді, жайлап балалар келе бастағанда мен 3-ші курста жайлап активисттіктен шықтым. Сол кезде уже подработка болды. Бірақ бірінші ең маңызды маған оқу болды да. Оқу болды, бітіру керек сол магистрді. Мен кірмеймін деп ойладым даже 2 жыл жұмысқа. Енді жаңа қарап отырсам, жұмыс жасауға бітіргеннен кейін мамандығыңа деген махаббат керек. Содан кейін мені есіме түсіп отыр, жаңағы 22-ші жылы февральдың 2-сі күні сабақта отыр магистратураны 818-ші кабинетте. Қазіргі жасап жатқан мектебіме биыл кіргеніме кеше февральдың 2-сі айтып отырмын, 4 жыл. Осы университет жіберді. Февральдың 2-сі күні магистратураға сабаққа келіп отырмын, ноутбукпен бірден жазып отырмын. Гүлнагүл Кенесовна деген апай болды ғой, декан. Сол кісі Гүлден барып келші, 35-ке химик керек деп апай айтам, сабақ қой, деймін, барып келші, сұрап жатыр енді барып барасың деп. Февральдың 3-ші күні таңертең сол мектепте 306 деген кабинетте сабақ беріп тұрмын ғой мен. Менің қазір жасап жатқан жұмысқа да кіргізген осы университет. Ал бізде практика жүзінде осылаймен жүрген кезде диплом жазуға байланысты бізде айс компаниясында болдым. Сол уақытта негізінен шыны керек, ең бірінші универде жүргенде оқып жүрген көп нәрсе оқып жатыр, енді технология, аппараттар жайлы. Оқыған кезде шыны керек теориямен оқитын болсам, сен көзбен көрмеген соң сенің оған деген қызығушылығың никак болмайды. Ал біз қалай айсқа бардық, есігінен кіргеннен бастап уже зауыттың ішін көргеннен кейін уже менің ынтам артты да. Жұмыс істеймін. Жұмысқа қашан барамын. Егер содан кейін бізде сол практика жүзінде жібергеннен кейін, баста барғаннан кейін жұмыс ұсынды ғой. Жұмыс ұсынғаннан кейін мен ең бірінші мороженый цехта кәдімгі айстың мороженый шығаратын жерде мен лаборант болып жұмыс істедім. Ең бірінші бастапқы 6 айда. Сол уақытта шыны керек уже қызығушылық артты, өйткені сен уже технологияларды білесің. Қалайда мен мысалы балалық арманым, болмаса қалайдан дайындалып, просто так. Ол иә, өйткені мен қатты жақсы көремін кәдімгідей, одан атқа жасай алмаймын. А уже мен оны көзбен көргеннен кейін уже шыны керек мен уже ниетім ашылды, ол әрі қарай жұмыс істегім келді, әрі қарай дамығым келді, әрі қарай көтерілгім келді. Ал қазіргі таңда уже 6 айдан кейін маған микробиолог болуға ұсыныс түсті. И сразу сол жаққа ауыстым. Уже мен бүкіл зауыт бойынша, мысалы микробиолог болғандықтан уже барлық процестерден қандай не қалай шығады деген сияқты. Сондықтан шыны керек, егер мамандық бойынша оқыған кезде теориямен қатар практиканы алып жүру керек. И сен көрген кезде, мамандықпен қандай мүмкіндіктер болатынын білген кезде сен уже ниетің кәдімгідей көрінеді, ашылады, иә. Сол арқылы. Мен мысалы қазір қуанамын, осы сондай жерде жұмыс істеп жатқаныма, универде сондай мүмкіндік бергеніне деген. Сол қызығушылық болмаса мамандық бойынша жұмыс істей алмайсың. Қызығушылық
оңай ма, қалап тұрмасаң Көрмесең никак жақсы иә көрмесең. ақшасы қандай болса да істемейтін сияқтысың. Ал бірақ біз қазір мороженыйды лабораторияда істейміз. Иә. Бізде универге дамыған деп. Хаттанып бір жылдың ішінде новый кабинет әкеліп берді, ана ең соңғы кабинет тамақ жасайтын, иә. Иә, сегізінші. Сол жақта біз мороженое жасаймыз. Бүгін қаймақ жасадық десек. О, классно. Бізде кездерде вот студент болған кезде ең қиын шешіміңіз қабылдаған андай өмірге әсер ететіндей қандай шешім болды? менде болмаған сияқты. Ондай шешімдер болған жоқ па? Сіздің сенатор болды, сенатор лауазымыңызды тапсыру. Сол жерде айтайын деп отырмын, сен түсініп қойдың деймін ба. Активист болып бір ортада жүресің ғой, ана жақта бізде 603 деген кабинет болды, сосын 610-ға сосын көштік. Бізде 603 болды, ана жердегі ең қыстағы кабинет. Одан кейін 610-ға көштік. Сабақтан кейін бәрі үйге айтты, сен ана кабинетке барасың, жаңа активистер келеді, чай пейте, әңгіме, план, әйтеуір жақсы гитара. Сондай атмосферадан кету оңай емес қой. Бірақ уже мен түсіндім, мамандығымды әрі қарай жетілдіруім керек практикамен. Жасап жатқан жұмысыммен келіспеді уақыты. Себебі мен 3-тен 6-ға дейін жұмысқа жасауым керек болды оқу орталығында, иә. Мына жақта барлығы қызық 3 пен 6-ның арасы ғой енді. Оқудан кейін сол жер шығар. Жайлап тапсыруым керек болды мұғалімдерге, бәріне ескертіп, бәрі жаңағыдай ешкім қарсы болған жоқ енді, рахметтерін айтып, жаңағыдай сәттілік тіледі. Сонда бірақ жаңағыдай қарым-қатынасын үзілген жоқ, бірақ ана атмосферадан шығу қиын болды. Мен де сізді түсініп тұрмын. Мен уже 4-ші курспамын. Андай кеткім келмейді ғой. Мен қазір әше универ бітіруге желанием қосып кеттім. Бітіргім келмейді уже. Дальше не істерімді білмейтін сияқтысың. Андай қиыншылық. Бірақ бәрінің өзінің уақыты берген. Мысалы сол кезде мен өзім сол кезде жаңа қиналыпсам да сол кезде қойғаныма бір жағынан қуанамын, себебі соның арқасында мен өзімнің мамандығымдың да білікті маман болуға дайындалдым ғой бір жағынан. Екінші жағынан да өзіңді сынайсың, иә. Мен де бітірген кезде неге 5-ші жыл қосылмады екен, неге 4-ақ жыл деп солай не істегенім бар енді. Неге тағы бір жыл қоспады деп. Андай қазір бәріміз жетістікке жетуді көп ойлаймыз. Мен күнде де ұйықтай алмайсың ғой түнде. Не істеймін мен не дұрыс жасамай жатырмын деп, хотя өзің жетістіктерін көрмейсің да. Сенатор болу, белсенді өмір жүргізу, барлығы жетістік қой негізгі ше. Бірақ андай көбімізде сол вопрос мучить етеді да. Жетістікке жету үшін ең андай маңызды фактор қандай деп ойлайсың? Сен осында оқып жатқан өз жетістік. Так что мен шыны керек ол деген жетістікке жету деген сен міндетті түрде бір нәрседен бірінші орын алу немесе жету әрі қарай кету деген нәрсе ол жетістік. Жетістік ол саналатын шығар, но бірақ сен уже осы универде оқып жатсың, сенің денсаулығың жақсы, өзіңнің тәніңе кәдімгідей жақсы қарап, сен уже қалай деніңнің саулығының өзі ол жетістік. Ол үлкен жетістіктер бағындыру үшін сен кішкентайдан бастай беруің керек. Жетістік дегенді түсініп білу керек дейсіз ғой, ең алдымен. Ол деген бір нәрсені тек бірінші орын алу, бас жүлде алу, мен деген біреуден озу деген нәрсе емес. Сен өзіңнен кәдімгідей бүгінгі өзіңнен ертең өзіңнен лучше болсаң, соның өзі үлкен жетістік. Қазірдің өзінде жетістік қой, андай жоғары деңгейде подкаст жасау. Менде де сондай болды, мысалы студенттермен кездесесің бе бітіруші түлек ретінде деп жұмыс жасап жатқан туралы айтатын шығарсың мүмкін деген секілді. Сол кезде мен қазір жұмыстағылардың барлығы біледі мені қазір осында отырғанымды. Мен айтамын, универге шақырып жатыр деп. Иә, дәл солай. Қазір айтады ғой андай өзіңді салыстырған кезде басқамен емес, өзіңмен салыстыр, өзіңнің өткеніңмен салыстыр, баяғы уақытыңмен. Соған орай, если сіз мүмкін вдруг, это невозможно, но вдруг өзіңізге 10 жыл бұрын кеңес бере алсаңыздар, өзіңізге баяғыда 10 жыл бұрын жассыздар әлі. Өмірдің ол кезде уже жас емес, ол кезде күттайсыздар ғой, оқушысыздар. 15-16-та оқушымыз. Сол кезде 10 жыл бұрын мүмкіндік берілсе өзіңізге кеңес беруге қандай кеңес берер едіңіздер? Вот мынау енді өте орынды сұрақ деп ойлаймын. Даму керек. Мысалы, қазіргі кезде біз деген кішкентай кезінде ой, кәдімгі сабақ, кәдімгі барлығы болып жатқан сияқты бар, ал қазір сен уже қазіргі өзің салыстырасың да, ол 10 жыл бұрын мен шынымен де әркім ойланады ғой. Мысалы, бірінші орында даму.
сенің денсаулығыңа қарау, әрі қарай даму, ағылшын тілін үйрену, орыс тілін үйрену деген сияқты әртүрлі тілдерді қазір мектеп кезінен бастап сен жаймен үйрене берсең, сен болашақта қиналмайсың. Мысалы, ол барлық студенттерге де болсын, жаңа айтып жатсам, осылай деген сияқты біз қандай мүмкіндік, қандай жетістікке жету деген. Ал сол кезден бастап кішкентайдан дами берсе, әрі қарай жаймен баппен да бәрі қазіргі кезде үлкен жетістіктерге жетуге болатын еді. Сол жағынан, кішкентай кезінде егер 10 жыл бұрын өзіме кеңес беретін болсам, мен сразу айтатын едім. Осы бастан даму болда деген. ағылшын оқы. Иә, сол жағынан. Күтте кезімде айтатын еді, ағылшын оқы деп. Еріне жау бала болған соң далада ойнағаннан артықтығым жоқ. Жалғыз айтатын нәрсем сол еді, мен ағылшын оқы. Негізі ағылшын оқу керек сияқты күтте кезінде. Қазір барлық шүкір мүмкіндіктер шүкір, иә. Пәніңнен қанша деңгейің жақсы болып тұрса да, мынадай бір нәрсе бар да, жете алмай жатқан бір нәрсем бар да, енді шүкір ғой бәріне де, бірақ жете алмай жатқан мақсат бәрімізде де бар, иә. Бірақ андай бір іште бір әлі жабылмаған нәрсе бар да әлі. Мен мұғалім болсам, сабақ берсем, балаға білгенімді үйретсем деген бірінші мақсат қой. Бірақ мен бір мектепте қатты жұмыс жасағым келеді. Ал ол мектепке 3 жыл болды, бара алмай жүрмін, тапсыра алмаймын, себебі менде ағылшын жоқ. Ағылшын ол мектепке қандай деңгей керек? Ислам. Ағылшын жалпы қатты. Мен осы активист болған кезінде курстың ақшасын төлеп бармай қойған. Мен де. Себебі уақыт жоқ еді. Мен бір жылға алып тастаймын ғой сразу. Былай абонент бір жылға алып тастаймын да. Мен де. Бастапқы бір ай барамын, өзі мотивация ұрып тұрып кешкесі. Бір ай оқығаннан кейін ақшасын қайтармай ма? Қайтармайды. Заморозкіге қойған ба? Біріншісінде қалып кеттім. Неде КВН-нің несі болады. Бізде Жайдарман біздің нұсқа. Мен Нұрландардың командасы аты. Глюкоза бар, қыздардың несі. И біздің нұсқа Нұрландардың командасы аты. Соларды командасын қолдауға бару керекпіз. И еще мен андай болдым да енді. Плакаттар жасап бәрін тұрғызып қой деп айқайлап тұрдым. Жасыл футболка. Иә. Жасыл футболка келесі жылы келді. Келесі жылы келді ма сіздің болғанда? Ана группаға жазатады, ағылшын группасын. Ана жақта айтады, КВН алды да. Курстың бәрі алды емес па? Иә, кешке. Бір рет сол КВН үшін қалып қойдың. Бір рет қалып қойсаң, бір рет тастасаң, сол әдет болады уже. Сосын қалды. Ертең қалды ғой, болды өзі все. Мысалы, Назарбаев зияткерлік школына тапсыру үшін ағылшын деңгейің, сертификатың керек. Ал менде бегинерден болып кеткен ақшам айдысың. Мен бір жыл қалғам ғой сертификатта. Алдыңғы бірінші курс бітірейін жатқан кезде алдым. Бір жылға сразу еще ауыштым ба бірдеңе ғой. Адам басында көреді, бір жерде барып, бір жылға сразу алып тастағам. И бастапқы бір ай бардым, мотивация ұрып тұр, сөздік жаттап. И одан кейін жайлап бір рет қалдым, бір жетте 2 рет барып, сөйтіп қалдым. Анағыдай ғой, бір рет қалсаң, ал өзіңді зейінің қалады сияқты. Постоянно тұрғызып үлгеремін деп барсаң, соған ғана не деп шамалы ішім ашиды. Бірақ әлі мүмкіндік бар сияқты ағылшын оқуға, оқып аламын десең. Никогда не поздно дейді. Лучше поздно, чем никогда. И алдында бүйтіп сондай саламатсыз, менде сіздерде заморозкіде тұрады уақыт деп. Я саламатсыз, атыңыз кім? Нөбетолаев Дамир. Соңғы номер айтамын, 2699. Мә сізде 2 ақ не қалған дейді, посещение. 2 посещение қалған ғой, бір қалған. 2 ақ посещение қалған. Әлі бір жіберім ашайды осыған. Негізі қанша ақша? Жоқ, бір жағынан бүйтіп ойлаймын, бір жерін жаңа олай болмасын, себебі бұның да бір қайыры бар да. Мен мысалы қазіргі мектебін жақсы көремін ше. Сол мектепке жұмыс жасап, сол мектеп арқылы келіп отырмын ғой жаққа. Оның да бір плюстері бар. Демек бұйырмай тұр әзірше. Бір уақыты бар, егер қайырлы болатын болса, ол ағылшын оқылады, ол жерге мен барамын. Сол сияқты ол да бір кету керек болған ақша шығар. Алланың қалауымен дейсіз солай барлық. Сіздердің уақытыңызда иә, студент пен оқытушының қарым-қатынасы қандай болды? Қазір білесіз ғой, Инстаграмда көп оқытушылармен қырылып жатады, сыйластық жоқ. Андай көп жағдайлар орын алып жатыр да. Сіздердің уақыттарыңызда қалай болды? Мұғалімдермен, оқытушылармен отношения? Дистанция болды, сыйладық. Олар біздерге оқушы ретінде артық жаңа жеке басымызға кеткен жоқ. Біз дистанция ұстадық, мұғалім ретінде сыйладық. Ондай жеке өмірлерінде тіпті Инстаграм, ТикТок қазір ғой енді не қатты таралып кеткен. Олардың даже инстаграмдарын қарап қызықпайтын. Мысалы, мектеп оқушылары даже қазір біздің инстаграмымызда, тиктоктарын қарап, мектептен бөлек біздің жеке тұлға екенімізді ұмытып кетіп жатады ғой. Ал біздер тіпті мұғалімдердің ондай парақшасын қарамайтынбыз. Пост қалайды, пост кетеді ма? Иә, тіпті бар екендерін тек фейсбуктарын қарайтынбыз, жаңағы сабаққа қатысты бір нәрсе болса, лайк басып, қолдап жаңағыдай. Олар сабаққа қатысты нәрселер салса ғана. Былай жеке өмірлеріне біз
араласпайтынбыз, себебі ол адам. мұғалім деп санайды. Ол адам. Ол да Адам да. мектептен бөлек, универден бөлек жеке өмірі бар. Сол нәрсе сақталды бізде. Иә. Бірақ шыны керек, бұл жақта оқымайтындар, көптеген адамдар айтады ғой сразу. Ой, көп жерде адамның ойы, енді таяздығы ма, олардың қалай түсінеміз, бірақ көбісі ойлайды да, пара, анау мынау деген сияқты нәрсе. Бұл универ ғой, сонда болуы мүмкін деген сияқты. Бізде онда ешқандай нәрсе болған жоқ, ешқандай нәрсе көрген де жоқпыз. Иә, университет сендерде пара беретін шығар, оқу үшін сендерде қиын шығар деген сияқты нәрселер айтылады. Жоқ, егер адам оқитын болса, ол саған да жақсы қарым-қатынас болады деген сияқты. Біздің мұғалімдермен қарым-қатынасымыз өте жақсы болды. Мысалы, кәдімгідей бізге білмеген нәрсеміздің өзін всегда үйретіп, көрсетіп, тыңдатып, сабақ сұрауының өзі ерекше болатын. Уже тұрамыз, барлығы түсінікті ма? Уже түсінбейсің ба? Қайтадан түсіндіреді, қайтадан сабақ, қосымша сабақтар өткізеді, егер керек болған жағдайда. Сол жағынан бізде өте күшті болды. Негізі мұғалімдер шыны керек, алғысымыз шексіз. Мектептен шығып универге келген кезде андай мұғалімдердің отношениесіне шамалы ыңғайсызданған шығарсыздар, иә? Мектепте оқыған кезде андай болды ғой, звондайды, қайдасың, келмейсің ба? Артыңнан жүгіреді, универге наоборот сен артынан жүгіресің ғой сразу. Ана студенттер арасында өзімізде айтты, қазір де айтады ғой, сіз мектептегі мұғалімің анаң, мына жақтағы өгей анаң деп. Точно. Андай солай көр деді ғой. сөйтіп айтады ғой, көбі сөйтіп айтады. Негізі олай емес қой. Оларда саған жақсылық ойлайтын адам ғой, өзі адамның өзі ғой отношениені құртатын. Өзім ешкім келіп өзіне ешкім тиіспейді, немесе сұрамайды. Міндетің оқу, міндеттісің. Оқысаң болды. Оқуды бірінші жалпы тыныш жүрген адамға ешкім тиіспейді. Андай у шығарып, инстаграмға қазір адам өздеріне проблема внимание жетпейді. Соны өздері солай аудартады, назар аударту ғой ол. Да, сіз айтып отырсыз ғой, жемқорлық, пара. Мен баяғыда мектеп 11 тұрып жатқан кезде жұбанып қатысамын деп, үй жақта ағаларым айтамын ғой. Ой, практика саспашы, сен ақшамен жабасың, оқуға бармайсың дейді, жұмыс істейсің, оны ақшамен жабасың. Сөйтіп барып универге келсе, ондай бізде вообще универде жоқ екен ғой. Жемқорлық, ақшамен жабу дейтін, атаңның басы аңсап. Ондай вообще сөйтсем, ол ағаларым вообще жұбановта емес, универде емес, колледж оқыған екен ғой. Ол жақта. Бірақ просто көбісінің ойлайтыны солай ғой, жоғарғы оқу орнына сразу пара, анау мынау деген нәрсе. Мысалы, бізде онда ешқандай ештеңе жоқ. Сен оқысаң, тиісті балыңды аласың. Ал оқымаған адам ол уже оқымаса, өзі артынан оқымай, сабаққа келе алмай жатқан кездердің өзінде сен түсінеді. Болса, егер жаңағы группаластарымызды көбін өткізіп жіберіп жатыр да ғой. Жаңағы өгей ағана анау мынау деп сыртта айтып жүрсе де, керісінше болсын деп, бізге болсын деп жүрген адамдар ғой негізі. Андай басқаша көре ма қазір пирожтар асылбен шамалы бір балын азайта қойса уже бастайды. Бізде қазір Алманов дейтін ағай бар. Алманов дейтін болды ма сіздің кезіңізде? Жақсылық дейтін ағай ғой, Алманов фамилиясы. Ол андай бір МБ алсаң 20 бет реферат. Менде 220 бет реферат тұр ғой. А4 бет. Вот. Бірақ шамалы қиын ағайлар бар. Осы универ оқыған кезде әр адамның сүйікті, мектепте де сүйіктісі болады. Мына ағай жақсы, мына апай жақсы, осының сабағы болады. Сіздің универде студент кездеріңізде сүйікті оқытушыларыңыз болды ма? Көп дегенде, андай, ең деген айтсаңыз, самый топ. Біздерде андай болды ғой. Бізде біздің кураторымыз көп сабақтан берді. Әрі біздің Назерке апай, Жайдаргүл апай, олардың өте жақсы кісілер. Солардың сабақ бізде бір апай бірнеше сабақтан бергесін, бізге сол 3-4 көбіне сондай жиналды ше. Андай әр неден келген жоқ та. Но бірақ менде айтқым келіп тұрғаны қазір Бақшагүл апай, Назерке апайлар өте шынымен бәрімізбен кәдімгідей андай подружка секілді сөйлесіп сөйтетін, сабақтың үстінен, сабақтан бөлек уақыттарда. Мысалға менің ең бір тағы бір есте қалғаны, менде карантин кезінде Амангүл деген апай болып бізде неден берді. Экономикалық бір неден берді. Сол апай қатты есімде қалған, зумда көрген кезде. Бөлек болып көрінді ма? Иә, ең басында солай болды. Ал одан кейін уже біз өзіміздің куратор, басқа да апайлармен танысқаннан кейін, енді ол кісіні тек онлайн түрінде ғана көрген соң, ал енді мұндағы апайлар әрине жүрегімізден ерекше орын алады. Әлі де бар. Бізде бір апай болды. Енді ең бірінші жақсы көріп, алғыс айтатын, қазір осы тұлға болып, ұстаз болып қалыптасуыма себепші болған, ол мен үшін енді куратор мен Зархан апай. 5 минуттан кейін мұғалімсің деп тәрбиеледі да ол кісі. Енді қазір
мұғалім ретінде мектепте өзімдің жаңағыдай оқушылармен сөйлесуім, жаңағы қағаз жағы болсын, барлығы сол кісіден үйренгендерім екен ше. Мен басында қиын болды енді ол кісіден үйрену бәрін, бірақ қиын болса да бізде түсіндіріп барынша оқытқан жаңағыдай осы Базархан апай сияқты. Өзімнің білмеймін 5 минуттан кейін мұғалімсің деген сөз әлі миымда ғой. Сосын сол кісінің ай мен жұлдыз жалғыз дегені бар. Екеуміз ғана апайдың түсінеміз, өте жақсы сөз. Ай мен жұлдыз жалғыз деген таңдама деген. Мына нәрсе бар да, сосын бір мұғалімді айтқым келеді, оны менімен қатар биолог мамандығында, экология мамандығындағы бірге оқыған группалас, параллель группаластарым біледі. Психологиядан беретін апай, Бақытгүл апай, қателеспесем аты. Шарттан бере ма? Иә, психологиядан береді. Алдында университеттің біздің ненің факультеттің несінен қараймын ғой. Инстаграм, сол кезде ол кісіні де көріп тұрамын. Әлі сол кісі топ екен да, потому что студенттер салып жатыр да сол апайды именін. Мәзі болып. Иә, потому что менен кейінгі жаңағы активистерден кейінгі менен 2 жас кішілер әлі мысалы не оқып отыр, магистр оқып отыр. Сол кісінің психологиядан беріп жатыр магистрдан. Соны салып жатыр ше, сол апайды салып, мен көзім кәдімгі қуанып кеттім. Қуаныш. Неге ол кісіні айтамын, себебі лекцияға поточникке келген кезде көп сабақтарға келмейтінбіз енді ше. Мұғалімдер старшылар айтқан кезде бар деп айтып жауап атады, бірақ именно сол психология апайдың сабағында эколог, биолог, химик түгел келетінбіз прям ше. Ана кісінің деген өте жақсы апай болды тоже. Мешбаттан есімде қалған ше. Мен соны байқадым, мен лекциядан қалмаймын ғой, кімнің қай пәнге қанша адамның келетінін дейін білемін. Бірақ ана психологияда бәрі келетін себебі. Иә, себебі ана мұғалім өте күшті. Бақытгүл апай, очі сөзін ұмытып қалдым енді. Сосын Жанна деген апай бар, педагогикадан берген. Сол кезде сол педагогика кафедрасының деканы Жанна Азат қызы екен, қателеспесем кешірім сұраймын. Сол кісінің деген мына бір сөзі бар да. Ол кісі педагогикадан берген кезде андай былай айтты да. Сен үйден шыққан кезде мұғалімсіздер ғой енді. Үйден шыққан кезде көңіл күйіңді сыртқа тастап кету керексің. Ішке әкелуге міндеттемесің. Және де бір неде жүреді да ол кісі, бір кәдімгі. Эмоцияда бір өзін кәдімгі мұғалім ретінде өте қатты кәдімгі ұстайды да, педагог ретінде. Білмеймін, сол кісіні кәдімгідей, сол кісінің сабақ өзін ұстауы, араласуы, дистанция ұстауы. Кәсіп қойма. Иә, профессионал прям. Ана сөздер есімде. Ал Базархан апай кәдімгі химияның қағаздары, химия пәні қандай, мұғалімнің қандай болу керек. Соның арқасында қазір әйтеуір жетістіктерге жетіп келе жатырмық қой. Осы 3 мұғалім, енді басқа пән мұғалімдерін ренжімеңіздер, барлығы да есіңізде қалды. Самал апай, Алмагүл апай, Бибігүл апай, Ғали апай, олар кісілердің химияның прям меңгеруіме күшті үлес қосты, бірақ көбірек жұмыс жасағаным сол 3 мұғалім. Есімде қалып кеткен. Сол педагогия, айта беріңіздер, қойылмайды. Өзімнің құратырым. Ана психология апай әлі бар осы жақта. Кәдімгі риза болдым сол кісіні көрген кезде. Неден? Деп ана көзіңе жылы бар. Енді МБ қойылмайды. Шыны керек өйтіп, негізінен мен үшін бөліп жара алмаймын. Өйткені әр мұғалімнің, әр адамның өзінің орны бар да, ерекше болып тұратын. Мысалы жаңа айтып отыр ғой, Бақшагүл апай, ол біздің мысалы куратор, Назерке апай деген сияқты, Жайдаргүл апай. Олардың әрқайсысының мысалы, ол қалай жеке тұлға ретінде қарасақ, олардың үйреткен нәрсесі көп та бізге. Айтып кешірім сұрап отқан себебім, мен мұғаліммін ғой, енді мысалы менің де оқушыларымнан сұраса мен ренжіп қалатын сияқтымын, сол үшін ғой кешірім сұрап отқан жалпы барлық мұғалімдерге алғысым. Мен де осы ренжітемін. Өйткені олардың әрқайсысының үйретуі, мысалы теориялық жағынан олардың әрқайсысының үйретуі бөлек, практикалық жағынан үйретуі бөлек деген сияқты, олардың әрқайсысынан мысалы бір нәрсе үйреніп қалдық қой, мысалы кураторымыздан бір нәрсе үйрендік, Назерке апайдан, Жайдаргүл апайдан деген сияқты барлық мұғалімдер көп нәрсе үйретті. Сол үшін шыны керек өйтіп бөліп жара алмаймыз, барлығын мысалы бірге қабылдаймыз да. Барлық жуан университеттің мұғалімдерге алғысым шексіз. Мұғалімдердің орны бөлек қой. Пожарныйыңды, врачыңды басы етін адамдар. Респект. Ана енді шешім жасадыңыздар, сол шешімнің жемісін тауып жатсыздар. Егер жалпы осы мамандықтарыңызды ауыстыруға мүмкіндік берсе, ойланар ма едіңіздер, ауыстырар ма едіңіздер? Или уже? Негізімен шыны керек военный жаққа кеткім келеді. Военный? Мен негізі мектеп оқып жүрген кезде 2 жыл дайындалдым. 3 жыл. 9, 10, 11 жылдың, яғни январға дейін мен военный академияға түскім келді. Өзімнің қызығушылығым болды кәдімгідей. Өйткені ол кезде бізде мектепте болды ғой. Кәдімгідей әскери дайындық. Сондайларға қатысып жүріп, сондай нәрселерге қатысып жүрген кезде менде қызығушылық артты. Және
корейский драмаға той болғанбыз. Потомки солнца. Шыны керек, военный жаққа көп кеткім келді, кәдімгідей қызығушылық болды. Қазір- Бірақ ол кезде мен дәл 11-ші классқа келген кезде мен дайындаламын, тапсырамын деген уақытта менде денсаулығыма байланысты Оған. көп жағынан проблема болды. И Медосмотр потом- өтеді ғой. иә, менде денсаулық жағынан, яғни кәдімгідей ауыратын болғандықтан сол үшін мені ұстап қалды. И сол себепті мен биохим таңдадым. Баста өкіндім, но бірақ қазіргі кезде өкінбеймін. Өйткені шыны керек қуанамын. Әр нәрсенің өзінің қайыры бар ғой. Мысалы, Иә. қазір ол нәрсе бұйырмады, значит, әрі қарай мен үшін дұрыс болмағандықтан Сол кезде қазір сіздің андай сол военныйға түсе алмай келген кезде жыладыңыз ғой енді. конечно. Мен деген кәдімгідей жаман. Айтып тұр ғой енді қайыр бар. Иә, Қазір қайыры бар. қазір Қазір сүйікті мамандық. Иә, ол кезде түсінбейсіз ғой. Иә, мен 2-ші курсқа дейін негізі шыны керек кәдімгідей жаман мамандық ауыстырғым келді, но бірақ потом уже күшті ана 1-2 курстан андай өзіңнің мамандығыңа байланысты оқымайсың, ана актер деген сияқты мамандықтарды оқисың. И потом Дышы. иә, уже Шыңғыс ағай. 3-ші курсқа барғаннан кейін шыны керек қатты қызығушылығым артты. И потом Күшті қазір өкінбеймін. Өзіме ұнайды, жұмыс істеп жатқан жерім ұнайды, ортам ұнайды, әрі қарай дамып жатқандықтан, өсіп жатқандықтан. Сол қуанамын. Өйткені уже түсінесің ғой, нәрсенің өзінің қайыры бар деген. Қайыр дейтін осы жерден шығып тұр ғой. Көрінбейді, бірақ болып тұр ғой. Базар жоқ, бірақ таңғалып тұр бізге военный дейді. Қазір қанша ерге қашып жатыр деймін да, военный армия дейтін. Жақпайды ғой көбісіне, жылан Біледі ғой деп. Бірақ енді мынау потолок. Мен ойлаймын, если менде тағы да мүмкіндік болса, мен мына саланы мүлдем білмейтін болсам, медицинаны армандамайтын болсам, мүмкін мен мұғалім немесе сол осындай жүргізетін телесүргізуші бірдеңе болатын шығармын деп ойлаймын. Қызықты сияқты. Сондайға мүмкін баратын шығармын. Мен шамалы көп қорқақтамын. Сондықтан солай. Сіз де әріптес. Өзі әріптес кеткен сенатор ғой. Өзі әріптес. Негізі басқа мамандықта уже өзімді көрмеймін. Тек мұғалімді. Басқа қолымнан ештеңе келмейтін сияқты сеземін. Себебі мұғалім болып жүрген адам, мұғалім әнші, мұғалім биші, мұғалім суретші, мұғалім КВНшік. Просто барлық мамандықтарды мұғалімге беріп қойғанда бойына. Қазір мектепте сынып жетекшісің, пәніңді бересің. Мана активист болған кездегі неше түрлі заттардың бәрі осы жерде сол шығармашылық жағынан дамытты. Бүкіл мамандық бар ғой бізде. Тіпті қазір классың басым ауырып тұр десе де, басын ұстап дәрісін беріп отқан адамдарымыз мысалға. Мұғалімдердің бәрінде барлық мамандық келгенде тіпті иә, ана мысалы 2 бала төбелесіп қалып жатса, кімдікі дұрыс, кімдікі емес кейбір кезде жаңағыдай заңгер болып кетесің. Полицейскийдің қызметкерін атқарып кетесің, кешкі оннан кейін жүрген жоқ па, саяси толған жоқ қой балдар мысалы. Сондықтан барлық мамандықты біріктіріп қойған ғой мұғалімдікке. Жастар жалпы мұғалімдікте андай жауапкершілік өте көп беріліп қойған. Сосын мұғалімдікті таңдағанда ең бір үлкен плюс мынадай ғой. Енді шамалы эгоистеу шығуы мүмкін, бірақ сонда айтайын, біреуге үйретіп жүріп өзің үйренесің ше. Себебі алдыңа әртүрлі бала келеді, үйрену керек болсын, еще жыл сайын бір нәрсе өзгеріп жатыр ғой. Біздер мұғалімдер әлі оқып жатыр. Даже былай кеше бір жерде оқып қалдым. Адам оқуды тоқтатқан кезде ол болды, өмір сүруді де қояды екен. Дамуды да. Өмір сүруді қояды просто. Оқуды. А мұғалімдер олар күнде новый бірдеңе шығып жатады. Қазір кеше бір нәрсе жіберіп жатыр, новый бірдеңе. Оны да игеруің керек ше. Сондықтан мұғалімдік еще оны біреуге үйрету керек. Ол өте күшті процесс. Біреуге үйретіп бала респект мұғалімдерге. Жалпы Біз ше? Шыны керек, сен оқи берсең, сен негізі білем деген сөзді никогда айтпайсың. Өйткені сен уже білген сайын сенің білмейтін нәрсе көп екенін түсінесің ғой. Қарапайым жүріп уже өмірде де опытым білмейтінімді білдім. Тоймайсың ба? Оқып жатырмын, бітпейді. Мен де қуанған едім, университетті бітіргеннен болды, енді оқымайын деп магистратурада қашып едім ше. Бірақ мен жұмысқа барғаннан кейін тоже маған да обучение керек болды, бәрібір де оқыдық қой мысалға деймін да. Оқу тоқтамайды дейсіз ғой. Бәрібір де. Оқымайтын адамның бірақ болашағы жоқ сияқты. Оқу керек, білім керек. По-любому андай стереотиптер бар ғой андай. Ой, құрсы, колледжге түсіп, бүйтеміз, не қыламыз, оқып керек емес. Ана оқыған жоқ, Стив Джобс оқыған жоқ, бүйткен жоқ. Оқу керек. Енді оқыған кезде бәріміз бір зат үшін оқимыз, 4 жыл бойы диплом үшін. Жалпы қазір дипломның құндылығы жайлы айтып кетсеңіздер. Дипломның құндылығы бар ма, диплом керек па?
деп ойлайсыздар? әрине оның негізінен шыны керек ол дипломды тек қана анандай болды диплом алдым деген нәрсе емес, ол сенің 4 жыл бойы жинаған еңбегіңнің жемісі ретінде қарау керек та. Мысалы біз оқыдық, сен оқыдың, соңында сенің оқығаның сен білесің, но бірақ басқа адамдар білмейді ғой. Сен жұмысқа барған кезде сол арқылы, мысалы жұмысқа барған кезде тапсырасың, не істейсің деген сияқты ше. Но бірақ дипломдан қызыл диплом алдым, көк диплом алдым, мен қызыл ала алмадым, мен көк ала алмадым деген нәрсе негізі болмау керек та. Өйткені ол диплом қалай айтамын, ол сенің жеткен жетістігіңнің бір тек қана бір көрінісі ретінде қарау керек. Алғашқы жетістігің мектепте де біз аттестация, ұбт деген сияқты ше. Ал мына неде диплом ол сенің 4 жылдық жемісіңнің көрінісі. Сен көрсеттің, алдың деген сияқты. Ал сен бұның маңызы, мысалы сен ертеңгі күні сен жұмысқа орналасқан уақытта, яғни диплом қызыл көк деп қаралмайды ол. Негізі менің жағдайымда сондай болды да. Бірақ ол сен оқығаныңның белгісі ретінде, мынау сенің көрінісі ретінде сен тапсыра аласың. Доказательство ретінде. Өзің үшін де кішкентай жетістік ретінде қарайсың ғой. Диплом не видно, но нужно. Көрінбейді, бірақ керек, Ол өзіңнің еңбегің жемісі. Енді біздің осы айдарымызды, подкастымызды андай бір қызықты нотада аяқтасақ, было, не было. Сіздердің кездеріңізде типа болды болмады. Қашып кету, болды, не болмады, сонымен аяқтасақ, сценарий по сценарий. Біз айдар болды, болмады. Ең бірінші сабаққа бармау үшін кураторға сылтаулату, өтірік айту. Болмады. Болмады? Болды. Сабақтан қашу, сабақтан кетіп қалу, қашқан кездеріңіз. Болды. Группамен. Полный. Үйдегілерге айтпай құрбы достарыңызбен қаңғып кету, қыдырып кету болған жоқ па? Общагіден қашып кету, кешкі уақытта серуендеу үшін. Бәрі Сессияға шпаргалкамен кіру. Болды. Пайдасы болды ма? Пайдасы болмады. Қолдан алмады. Сессиядан, емтихадан қадалып, үйдегілерге өтірік айту. Болмады. Летник. Болмады. Летник кетіспедіңіздер ме? Жоқ. Стипендиядан құлау. Жоқ. Үшеуіңізде де стипендияға қаласыз. Осы Жұбанов университетіне түскендеріңізге өкініш болды ма? Жоқ, болмады. Қуаныштымыз. Рахмет саған, Жұбанов. Жалпы осы подкастымызды аяқтау ретінде бір қорытынды сөз айтып жіберсеңіздер. Ең бірінші шақырғандарыңызға алғысым шексіз. Қалай сразу куратор жазды, осылай универге 25 күні күні сағат 4-ге келсеңіздер деген сияқты ұсыныс айтқан кезде шын қуандым, өйткені университет келмегенімізге уже почти 1 жыл болып қалды ғой. Сағынып қалдық. Және ішке келген кезде уже барлығы бүйтіп көп нәрсе өзгерген, ремонт жасалған деген сияқты оның бәрін көріп шынымен қуанып жатыр. Қазіргіде көптеген мүмкіншіліктер болып жатқанына шыны керек. Анандай ғой, көп адам түсе алмай қалды. Осында оқитын студенттерге айтқым келеді. Сіздер негізінен шынымен бақытты адамсыздар. Сіздерге мүмкіндік көп, жағдай көп жасалған. Сол үшін оқыңыздар, дамыңыздар, көркейіңіздер, өздеріңіз қалаған мамандықта оқыңыздар. Енді түсетін студенттер бар ғой, оларға да айтқым келеді. Негізінен ешқандай өкініш болмасын, бұл жақта жағдай жасалған, жақсы деңгейде барлығы, мүмкіншілік көп, сол үшін таңдай беріңіздер, қорықпай. Рахмет көп шақырғандарыңызға. Өте қызықты болды. Және де мен бір айтқым келіп тұрғаны, мен де осындай өзіммен өзім сөйлесіп, сұхбат жүргізіп, сондай әдетім бар еді. Бүгін маған өте үлкен мүмкіндік болды. Қуаныштымын. Рахмет көп. Барлықтарыңызға рахмет. Көргеніме, келгеніме қуаныштымын. Қай кезде болса да осы университет шақырса, барлық мүмкіндіктерді жаңағы жұмысымды ысырып, жаңа жиналыста отырмын негізі. Келуге әзірмін. Барлығына рахмет. Активист болып жүрген студенттерге сәттілік. Ол өте жауапты жұмыс. Түсінемін, білемін. Бірақ өкінбейсіздер. Өздеріңіздің орталарыңыз жақсы болсын ең басты. Сосын білімді болыңыздар, бір-бірлеріңізді қолдаңыздар. Университет ұжымына алғысым шексіз. Қазіргі жетіп жатқан жетістік сіздің, біздің, сіздердің арқаларыңыз. Жасай бер, Жұбанов. Сіздерге көп үлкен рахмет. Осындай алтын уақыттарыңызды бөліп, осындай баяғы шаққа шамалы заманбек болған сияқты универге келіп, өздеріңіз уақыттарыңызды бөлгендеріңіз үшін көп алғысым шексіз. Осымен біздің подкастымыз тәмам. Сіздермен қоштаспаймыз. Сау, саламатта болыңыздар. Лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.